Сәлем достар, сіздермен Айкерім. Бүгін біз сіздермен өте оңай әрі дәмді салат дайындайтын боламыз. Бізге қажетті заттар: қияр, колбаса, көкөніс және пай қажет. Қазір пайдың жасалу жолын көрсететін боламын. Картопты теркадан өткіземіз. Мінекей өткізіп алдық. Енді осыны салқын суға 5-6 қайтара суы тазарғанша жуамыз. Тазалап жуып алдық. Енді құрғақ орамалға кептіреміз. Осылай бетін жауып, осылай тұрсын, майымызды қыздырамыз. Табамызға көп мөлшерде май құйып, май қызған кезде байларымызды саламыз. Араластырамыз. Қызарғанша қуырамыз. Арасында араластырып тұрыңыздар. Мінекей дайын. Қатты қызарып, күйіп кетпесін. Осындай қызара бастаған кезде шығарамыз. Шығарған кезде тарелкамыздың үстіне осындай салфетка төсеп қойыңыздар. Сол кезде артық майларды өзіне сіңіреді. Барлығын осылай қуырып шығарамыз. Мінекей пай дайын. Енді колбаса мен қиярды солонка етіп турап шығамыз. Дайын. Таза ыдысымызға саламыз. Қиярды тураймыз. Дайын. Үстіне саламыз. Көкөніс саламыз. Шым-шым тұз себеміз. Майонез саламыз. Осылай мен көз мөлшерімен сала беремін. Араластырамыз. Мінекей дайын. Дәмі өте ерекше. Енді ыдысымызға саламыз. Тарелкамызға салып алдық. Осылай да негізінде бір салат болады. Енді үстіне қуырып алған пайды саламыз. Мінекей салатымыз толық дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.